Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өтетін дәрісіміз идғам мутажанисайн. Идғам мутажанисайн дегеніміз не? Идғам мутажанисайн дегеніміз аталуы басқа, махраждары бір болған екі әріп бір-бірімен жолығып, алдыңғысы сүкінді болғанда, алдыңғысын кейінгісінің ішіне кіргізіп оқу. Идғам мутажанисайн махражындағы әріптер үш топқа бөлінеді. Бірінші топтағы әріптер олар та, тә, дәл әріптері осы бірінші топқа жатады. Мысалы, ләим бәсәтті, ләим бәсәтті. Мына жерде та әрібін, тә әрібін ішіне кіргізіп, жартылай бұл жерде идғам жасаймыз. Екінші мысалға келетін болсақ, мә уәәттум. Мына жерде дәл әрібі сүкінді болып, тә әрібінің ішіне кіргізіліп оқылады. Бұл жерде толық идғам жасалады. Мә уәәттум, мә уәәттум деп оқылады. Екінші топқа за, сә, зәл әріптері осы екінші топқа жатады. Мысалы, из-заләму деп, мына жерде зәл әрібі сүкінді болып, за әрібіне жолығып тұр. Бұл жерде толық идғам жасаймыз. Из-заләму, из-заләму деп зәл әрібін за әрібіне кіргізіп идғам етіп оқимыз. Екінші мысалға келетін болсақ, елхәз-зәлик. Бұл жерде сә әрібі сүкінді болып, зәл әрібіне жолығып тұр. Бұл жерде де сә әрібін зәл әрібіне кіргізіп толық идғам жасаймыз. Елхәз-зәлик, елхәз-зәлик деп оқимыз. Үшінші топқа мим және бә әріптері жатады. Мысалы, Я бунайяр кәб мәәна деп келген Құранда. Бұл мысал Құранда бірақ жерде бар. Яғни, бә мим әрібіне жолығып тұр. Сүкінді бә мим әрібіне жолығып, бәні мимнің ішіне кіргізіп, яғни, Я бунайяр кәм мәәна деп идғам жасаймыз. Яғни, мим болып кетеді мына бәміз. Я бунайяр кәм мәәна, Я бунайяр кәм мәәна деп оқимыз. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісімізде кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.